Ағымдағы апта мейрамдарға толы. 7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылары күні мен 9 мамыр ұлы жеңістің 75 жылдығы. Атаулы мерекелерге орай 35-17 әскери бөлімінде арнайы іс-шара жүзеге асты. Жиын барысында офицерлер құрамы мен сарбаздар монумент алдына гүл шоқтарын қойып, ұлы отан соғысында ерлікпен қаза тапқан майдангерлер рухына тағзым етті. Шара барысында сөз алған орталық өңірлік қолбасшылығы басшысының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс жөніндегі орынбасары Қанат Биліков бұл мерекелермен қоса Қазақстан әскерлерінің маңыздылығын атап, құттықтау сөздерін де жеткізді. Қазіргі таңда біздің қарулы күштер материалдық техникалық қамтамасыз етілген, бүкіл жағдайларда өзінің қарсыластарына тойтарыс бере алатын мобильдік күшті бөлімдер болып табылады. Сонымен қатар ұлттық ұланда өзіне жүктелген міндеттерді қызметтік барысын абыроймен атқарып келеді. Үстел мерекелеріңіз құтты болсын. Бәріңізге аманшылық, зор денсаулық. Бұл күні сондай-ақ әскери бөлімшенің құрылған күнінде ерекше назарға алынды. Бөлімше биыл өзінің 34 жылдығын мерекелеуде. Осы айтулы күнге орай қызметтегі үздік және адал еңбектері үшін бірқатар әскери азаматтар мінсіз қызмет үшін медальдармен және грамоталармен марапатталды. Наградить грамотой сержанта Жаркина Алтынбек Халиловича, старшего специалиста, инструктора группы воспитательной социальной правовой работы. Маңызы зор мерекелерге орай ұйымдастырылған жиын барысы сарбаздардың әсем әндерімен және әскери күрестегі шеберліктерін паш етумен жалғасын тапты.